үзік байланыстар болып жатыр. Кешірім сұраймын керек. Үйтуге болмайды ғой, ауруды ары бері тасып жатыр, блокпосттан біреу ақша. Мен кеше индрайверге кірдім, қызық болсын, мына таксистер не істейді екен десем, Мақсат деген, Самат деген, содан кейін Сержан, Серік деген азаматтар прям жазып қойған. Танысым бар, артық 10 мың берсең смело өткізіп жіберем деп индрайверге жазғанда, мысалы, үйтуге болмайды ғой. Ұрсын Алматы, міне жаңа Жамбыл облысында уже 2 адам коронавирус болды. Міне кеше бір адам, бүгін бір адам жаңа ғана қосылды. Көрдіңіздер ме? Бұл ойыншық нәрсе емес, вакцинасы жоқ. Бүгін бір адам уже қайтыс болды, бір әйел. Сондықтан үйде отырыңыздар. Қатып жатыр дейді. Өтірік ақпарат емес, шын ақпарат. 500 мыңнан асты. Жаңа ғана мен пост салдым. Енді қараңыздар, қатып жатыр. Бәріңізде қатып жатыр ма? 5-6 адамда қатып жатыр ма? Түсінбей қалдым. Егер де бәріңізде қатып жатса, значит, менде интернеттен проблема. Ал егер де осы жерде отырған бір 5-6 адамда ғана қатып жатса, сіздерде интернетте проблема жоқ дейді. Жақсы, онда әңгімемізді жалғастырайық. Бірақ мына нәрсені ескеріңіз, әрекетке берекет парақшасына мен отырмаймын, кейде дайректке жазады Дәулет мырза деп, қыздар оны скриншоттайды. Қыздар мен прямой эфирге кіретін кезде ғана логин парольді береді. Ал әйтпесе мына бизнеске бағыт 10 мың тиражбен шыққан кітап. Әзірге 1000 ғана кітап өтті, 1000-нан аса, 1100 ба, 1200-ге жетер-жетпес кітап өтті. Қалған енді кітап қалай өтеді? Конкурсымызды да біз ұтысымызда бастаймыз. Енді көп сұрақтар келіп, соған да жауап бере салайын. Ал енді жаңағы коронавирусқа, елдегі төтенше жағдайға байланысты біршама адам жұмыстан қысқарды. Бұның ішінде жаңағы ИП-да жұмыс істеп жүрген азаматтарға қатысты кім 42.500 теңге алады? 42.500 теңге алудың, жалпы мемлекеттен төлем алудың 2 жолы бар. Қараңыз, егер де сіз осы уақытқа дейін өзіңіздің атыңызда ИП бар, немесе біреудің ИП-сында тіркеліп, немесе жаңағы біреудің ТО-сында жұмысқа тіркеліп жұмыс істеп жүрдіңіз, сәйкесінше сол ТО-дан болмаса ИП-дан жұмыстан шығып қалдыңыз. Сіз без содержания жаздырды, дұрыс па? Немесе сізді алдыда жаңағындай жұмыстан сол аралықта шығарып жіберді. Егер де сіз яғни кіші кәсіпкер ретінде, жаңа айтқанда ИП, ТО-да жұмыс істеп, жұмыстан шығып қалған жағдайда, сіз мемлекет тарапынан мына төтенше жағдай карантин біткенше ай сайын 42.500 теңге алып отыра аласыз. Егер де осы төтенше жағдай елімізде, құдай сақтап кеттім ғой, елімізде коронавирус одан сайын өршіп, төтенше жағдай 3 айға созылып кететін болса, сіз 42.500-ден 1 ай аласыз, 2 ай аласыз, 3 ай аласыз. Мысалға, егер де төтенше жағдай 1 айға ғана жалғасатын болса, онда сол 42.500 теңгені ғана ала бересіз. Енді қараңыздар, ал енді кім үлкен кәсіпкерлікте жұмыс істеп жүрді, кім үлкен заводтарда, кім аулаларда жұмыс істеп жүрді. Мысалға, мектептің тіпті мұғалімі болып та жұмыс істеп жүрген азаматтар жұмыстан қысқарып, болмаса жұмыстан шығып қалса, оларға мемлекет тарапынан осы уақытқа дейін алып жүрген зарплатасының 40%-ін береді. Мысалға, сіз мұғалім болып 150 мың теңге жұмыс істеп жүрдіңіз, мына жұмысқа байланысты сіз қысқарып қалдыңыз, немесе сізге айтты, жаңағындай, Мырқымбай, давай сау бол, или Бәдима сау бол деді сізге, сіз 150 мың теңге зарплата алып жүрсеңіз, соның 40%, яғни 150 мыңның 40%, 60 мың теңгені сіз осы төтенше жағдайда алып отырасыз. Ол үшін сіздер не істейсіздер? Қазіргі таңнан бастап тапсырыс бересіздер, егер де кім жұмыстан шықып қалды. Бірақ сол жұмыстан шыққан мына барлығы көп адам жұмыстан қысқарып қалды, шыны керек. Бұл жердегі негізгі шарт, сіз ИП болсаңыз да, ТО болсаңыз да, АО-да жұмыс істесеңіз де, соңғы бір жылда 3 рет болсын әлеуметтік сақтандыру қоры. Өмір сүрдім ба, тағы да дәліші живи дейді, жалпақ тілмен айтатын болсақ, түсінікті ма? Сонда қараңыздар, мемлекет тарапынан, егер де сіз жалпы бір жыл қалай есептеледі? Төтенше жағдай жарияланғаннан күннен бастап 1 жыл. 2019-ның сонау наурыз айынан 2020 наурыз айында сіз жоқ дегенде, неважно, соңғы 3 ай емес, әйтеуір өміріңізде сол соңғы 12 айдың ішінде 3 рет болсын жаңағындай соцотчисление аударған болсаңыз, әлеуметтік аударымдар аударылған болса ғана, сол әлеуметтік аударымдар қоры сізге 42.500 теңгені береді. Ал егер де оны аудармадыңыз ба, мемлекеттен ештеңе күтудің қажеті жоқ. Сол сияқты жаңағындай үлкен кәсіпорындарда, завод, фабрикада, больницада, дәрігерлікте жаңағындай, мектеп мұғалімдерінде, үлкен мемлекеттік корпорация, аулаларда жұмыс істеген адамдарға зарплатасының 40%-ін береді. Мысалға, сіз осы уақытқа дейін зарплатаңыз 300 мың алып жүрдіңіз, 40%, 120 мың теңге сізге мына жұмыс уақытында беріледі. То есть қазір төтенше жағдай уақытында беріледі. Сонда қараңыздар, бұның барлығын сіздер онлайнда тапсырыс беруге болады. Енді қараңыздар, онлайн
түсінікті дейді. Міне түсінікті болғанына қуаныштымын. Онлайн тапсырыс беру сіздер міне мен кірген сайт gov.kz. Бұл жалпы egov.kz-тің ішіндегі мынау жұмысынан айырылған азаматтар айырылуына байланысты деген пункт бар. Одан бөлек мен сіздерге қазір нені көрсеткім келеді. Еңбекке және әлеуметтік қорғау министрлігінің негізгі сайты еңбек.gov.kz. Міне Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Бұл балабақша, мұғалімдер барлығына қатысты. Қараңыздар, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми сайтында тұрмын. Сол сайт міне осындай өсек тарататын адамдар көп. Достоверный ақпаратқа ғана сеніңіздер. Фейк ньюс көрдіңіздер, мессенджерде азық-түлік айтпақшы 109 нөміріне хабарласып азық-түлік аласың деп 1045 адам жүр. Өтірік ақпарат. 109-ға звондасаңыздар ешкім сіздерге продукты питания бермейді. Соны жазып қойған. Енді қараңыздар, осы сайттарға кірген кезде төмен қарай қызметтер деген пункт бар. Көп адам жазып жатыр маған, бала туу декретке байланысты сон жұмыс істемей тұр. Соның барлығын онлайн тапсырыс бере аласыздар. Қызметтерді де тоже. И міне мына жерде пункт тұр міне. Жұмысынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлемдер тағайындау. Міне осы сайтқа кіресіздер, компьютермен кіріңіздер, ноутбукпен кіріп мейларыңызды ашпаңыздар. Сәйкесінше міне онлайн режимде порталда авторизациядан өтіп дейді. Сізге мына жерден авторизация өту керек. Ол үшін сізге электронды цифрлы қолтаңба болу керек міндетті түрде. Естеріңізге сала кетейін, бүгіннен бастап осы egov.kz сайтынан электронды қолтаңбаны онлайн алуға мүмкіндік бар. Бұрынғы заң бойынша ЭЦП-ны міндетті түрде цонға барып алу керек болатын. Бүгіннен бастап egov.kz сайтынан получить ЭЦП удаленно деген пункт бар. Осыны толтыру арқылы сіз ЭЦП-нызды аласыз, ары қарай мына жаққа кіріп авторизация жасап, жаңағы жұмысыңызға қатысты. Жұмыста да сіз заявление болмаса без содержанияның барлығын тіркеп, заявление өткізесіз. Ертең күні бұның барлығын қарайтын осы біздің Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік қорғау, халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қарайды да, сәйкесінше сізге 42.500 теңгесін аударатын болады. ИП ашқанымызға 1 ай болды дейді, енді ол кірмейді. Жаңа айттым ғой, ИП бола ма, ол сізге соңғы 1 жылда 3 айлық әлеуметтік аударымдар аударылу керек. Сізде ол ешқандай аударылмаған, получается, сіз осы уақытқа дейін заңсыз жұмыс істеп келдіңіз деген сөз. Сондықтан жилстройдың кредиті жайлы мен өзімнің постында салдым. Енді қаласаңыздар, бір алдағы уақытта да тағы да бір тікелей эфирді арнаймын. Мынаны айтатын болса, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде 42.500 кімге төлемдер алады? 2 жолы ғана бар. Кім осы уақытқа дейін ИП-да, жаңағы ТО-да, шағын кәсіпкерлікте істеді, олар 42.500 алады. Кім ірі кәсіпкерлікте істеп жұмыссыз қалатын болса, өзінің зарплатасының 40%-іне дейін алуға мүмкіндіктері бар. Оның барлығы онлайн жүзеге асады. Мен бүгінгі тікелей эфирде барлығын көрсеттім. Сән салонына да қатысты. Сіздер айтып отырмын, бүкіл жұмыс істейтін адамға қатысты. Но сіз әлеуметтік аударымыңыз болу керек. Пенсионный отчисление, медстраховка, соцотчисление дейді ғой. Солар болса ғана мемлекет сізге береді. Ал егерде оның барлығы біреуде болмаса, өкімет айтады, извини, сен былайша айтқанда өмірің жақсы кезде сен мемлекетке ешқандай салық төлемедің, мемлекетке ештеңе бермедің, енді қиналған кезде мемлекетте саған ештеңе бермейді деген саясат жатыр. Сондықтан да кімде кім төледі, соларға ғана алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Және де жаңа айттым ғой, ол ИП-ларға қатысты 42.500 теңге төтенше жағдайлар. Ал егерде кім жұмысынан айырылып қалды, ірі кәсіпорын, жаңа мектеп мұғалімдері, дәрігерлер, балабақшаны сұрап жатсыздар ғой. Сіз егерде балабақшада осы уақытқа дейін 3 жыл жұмыс істейтін болсаңыз, қазір жұмыс таппай жүрсеңіз, 6 айға дейін мемлекеттен жаңағы зарплатаңыздың өзінің коэффициенті бар, енді формуласын есептеп, мемлекеттен 6 айға дейін ақша алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді ол керемет бір крутой сумма 100.000, 200.000 шықпайды әрине, но 42.500 теңгенің айналасында шығады. Сондықтан да айтатын нәрсем енді Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің сайтына кіріп те ақпаратты ала аласыздар. Соткамен қарамаңыздар, ноутбук, компьютермен қараңыздар. Ал баламен үйде отырсыз. Құрметті оқырмандарым, тағы бір қайталап өтейін.